Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Тойбастар Ақбаян. Тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдау көрсетіп кетіңіздер. Бүгінгі сіздерге пайдалы видео ютубтан клип тарту және де соның әуенін mp3 түрде тартып алуды көрсетемін. Және де оны видео шақыруларда керек музыкаларды қалай қою керек екенін көрсетемін. Ең бірінші біз ютубқа кіреміз. Поисқа кіреміз, мысалы ана туралы әндер, немесе өзіңіз ұнаған, өзіңіз іздеген әндердің атын жазсаңыз болады. Мысалы анашым туралы қазақша әндер жинағы дейді. Мысалы той әндері, бірінші ана туралы күшті ән деп тұр, осыны алайық. Астындағы поделицаны басамыз, копировать ссылка, скопирование деп тұр. Енді бұдан шығамыз, телеграмға кіреміз, поисқа кіріп, Годзилла деп жазамыз. Годзилла Довнладер деп шығады. Осы ботқа кіреміз. Алдын пайдаланған мен. Жаңағы старт деп шығады. Сіздер стартта басасыздар. Сөйтіп сообщениесіне жаңа скопирование жасап алған ссылканы ставить етеміз. Бұл сізге автоматты түрде бізге қайтадан тартып береді. Мысалы видео түрінде және аудио түрінде дейді. Мысалы видео түріндегісін бассаңыз видео қылып, аудио түріндегін бассаңыз сізге аудио қылып шығарып береді. Бұлай өздеріңіз тартып аласыздар. Мен тартпай қойын, әуені керек болса әуенін тартып аласыздар. Міне осылай әуенін тартып аласыздар. Енді CapCutқа кіреміз. CapCutқа кіріп алдыңғы жасаған бір видеома қоя салайын. Музыка қоямыз. Мысалы добавить аудио, звукқа кіреміз. Астында 4 белгі тұр, соны карта сияқтысын басасыздар. Извлечено из устройства деп тұр. Устройство деген уже өздеріңіздің соткаларыңыздың памятында сақталған өлеңдер. Соларды қоя бересіздер. Міне осылай. Мысалы кез келген бір музыканы қоя салайын мен. Мен жаңа звук өшіп қойғам. Өйткені ютубқа салғанда авторский право болады. Осының өзіңізге ұнаған жерін бітіп қоюға болады. Осылай разделить етіп, бас жағын мысалы удалить етіп тастап, қайтадан былай қарай жақындатып алсаңыз болады. Өзіңізге ұнаған жерлерін қиып аласыз. Содан ең соңында музыканың, видеоның біткен жерінен қайтадан разделить етіп, артық жағын удалить етіп тастаймыз. Соңғысын CapCutта міндетті түрде соңғысы болады. Соңғы жағында видео болады, өзінің знагы. Оны өшіріп тастаймыз. Және екінші сіздерге видео түрінде көрсететінім, извлеченоға кіресіздер, міне осылай видеолар шығады сіздің сотка галереяңыздағы. Соның музыкасын алғыңыз келсе, сол музыканы импортировать только звук деп алып, соның музыкасында ала бересіздер. Және төбесінен сохранить етіп аласыздар. Осылай сохранить етіп жасай бересіздер. Енді міне тағы қайта көрсетейін. ютубқа кіреміз. Мысалы қандай? Сүндет тойға арналған әндер деп қояйық. Сүндет тойға арналған әндер деп тұр. Мысалы сонынан аласыз. Поделиться. Копировать ссылка. Енді телеграмға кіреміз. Поисқа Годзилла Довнладер дегенді жазамыз. Старт деп жаздар. Осылай үстіп тұрып вставить етеміз. Осылай. Сізге неше түрлі форматта видеосын шығарып береді. Біреулерінде болмайды. Аудиосын тыңдағыңыз келсе аудионы басасыз. Қай форматтағын тартып алғыңыз келсе сол форматтағыны тартып аласыз. Сау болыңыздар. Маған тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер.